Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен духовкада пісетін питаның рецептімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай, үйдегі бар затпен жасалынады. Және өте тез дайын болатын нанның ерекше түрі. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Питаның бір ерекшелігі ортасында, яғни қалташасы болады. Дәл осылай екіге бөлетін болсаңыздар, ортасына кез келген салманы салып, пайдалана берсеңіздер болады. Колбаса мен ірімшікті немесе кез келген салат түрін пайдалансаңыздар болады, немесе дәл осылай тауықтың етін қоссаңыздар болады. Барлығы өз еркілеріңізде. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Пита дайындау үшін бізге ұн, жылы су, сұйық май, қант, тұз және ашытқы қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, артынан қантты, тұзды және ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеудің соңына жақын қалған кезде сұйық майды соңында қосамыз. Сол кезде қамыр оңай және әдемі иленетін болады. Жалпы питаның екі түрі болады: ашытқымен дайындалатын және ашытқысыз дайындалатын. Мен сіздерге ашытқымен дайындалып жатқан түрін көрсетіп жатырмын. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қайтадан қамырымызды алып, дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Питаны духовкада пісіруге болады және табутада пісіруге болады. Барлығы өз еркілеріңізде. Қайтадан ыдысымызға салып, бетін жауып, тағы да 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін дайын болған қамырмен жұмыс жасай береміз. Менде бұл рецепт бойынша 10 пита шығады. Сол себептен 10 бөлікке бөліп шықтым. Барлығын домалақтап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін питамызды дайындай береміз. Жалпы питаның әдемі шығуы, оның формасы доп-домалақ болу керек, және де қатты үлкен жасамаймыз. Сол кезде қалташасы әдемі болып шығады. Егер де қаттырақ үлкен жұқалау етіп жасайтын болсаңыздар, қалташасы болмай қалады. Дәл осындай қалыңлықта жасайтын боламыз. Дайын болған қамырларды противенің үстіне қойып, 250 градуста алдын ала қысып тұрған пеште 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Және дайын болғаннан кейін міндетті түрде осылай салафанға салып қоямыз, немесе орамалмен бетін жауып қоямыз. Сол кезде қатып қалмайтын болады, жұп-жұмсақ әдемі болып тұратын болады. Алдын ала дәл осылай дайындап, салафанға салып немесе контейнерге салып қоятын болсаңыздар, кез келген уақытта таңғы асқа немесе түскі асқа ішіне кез келген салманы салып, іске басар ретінде ұсынсаңыздар болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.